Жекпе-жекке екі спортшы қазір шаршы алаңға көтеріліп үлгерді. Дусматов кәсіпқой боксқа ауысқаннан кейін міне небәрі 3 жекпе-жек өткізген болатын. Міне енді қайта әуесқой боксқа оралып отыр. Ал Сәкен Бибосыновты әрине біз барлығымыз білеміз. Токио олимпиадасында керемет өнер көрсеткен боксшылардың бірі. Алғашқы раунд. Дусматов әрине өзінің бұрынғы жетістіктерінің арқасында фаворит есептелесінде шығар. Бибосынов дәл осы Хасанбойға қарсы не істеу керек екенін біледі деп үміттенеміз. Дегенмен Мырзағали Айтжанов кезінде дәл осы боксшыға қарсы бірнеше мәрте жаттықтырушы ретінде қолға түйістірген болатын. Жан Жақып бірнеше мәрте дәл осы Хасанбой Дусматовпен түрлі додаларда кездескен болатын. Олимпиада ойындарының екінші кезеңінде де дәл осы Хасанбой Дусматов жолын орап кеткен болады. Енді сол Біржан Жақыптың есесін Бибосынов қайтарады деп үміттенеміз. Бірден қысын көрсете бастады. Сәл ойы аласалау, сондықтан ара қашықтарды мүзіп отыру керек. Өзбек боксшысына және стилі де біраз өзгеріске ұшыраған байқауға болады. Кәсіпқой бокста 2 жыл өткізді. Америка құрама штаттарында талай жаттықты түрлі боксшылар қарсы спаррингтерде өткізгені бар. Сондықтан дәл қазір өте жақсы қысым көрсетіп отыр өзбек боксшысы. Міне осындай эпизодтарда байқасаңыз, Сәкен шабуылды енді аяқтаған сәтте өткізе алып жатыр. Әзірше ара қашықтық өзбек боксшысы үшін сондай бір қатты мәселеге айналып тұрған жоқ. Ол жеке өз басым Сәкен ара қашықтықты ұстай алады ма, ұстаса жақсы болар деген ойын болып еді. Көрермен қызу қолдап отыр. Қазақ боксшысын кешеде Серік Теміржанов пен Абылайхан Жүсіповтың жекпе-жектер кезінде қазақ жанкүйерлер керемет қолдау көрсеткен болады. Бұл ең алдымен әрине команда мүшелері, ұлттық құрама мүшелері. Бірақ сол жақта жүрген қандастарымызда жігіттерге қолдау көрсетуге келді деп үміттенеміз. Қазір Дусматовтың дәл тиген соққысы. Әрине дәл осы салмақтағы фавориттердің бірі. Бұл жерде нокдаун емес, әрине өзінің соққысының кесірінен құлап қалды өзбек спортшысы. 30 секундтай уақыт қалды раундтың аяқталуына. Міне осында бір қысқа соққыларды көп өткізіп алды. Сәкен өзінің үйреншікті мәнерінде қазір бұл боксшы бастатын төмен ұстаған үшін ескерту беріп отыр рефери. Есеп ашылады ма? Жоқ. Толықтай бұл құлаған жоқ. Рефери нокдаун болған жоқ деп есептейді екен. Онымен келіспеуде қиын бір жағын. Өте жақсы. Міне осындай шабуылдар көбірек болса, Дусматов еш қиындықсыз Сәкенге жақындап отыр. Керек кезде еш қиындықсыз ара қашықтық үзіп барып бірнеше мәрте шабуыл ұйымдастыра алды. Сәкен де қапы қалған жоқ. Ол төрешілер қандай шешім келді екен бұл раундтың қорытындысы бойынша. Қазір раундтың ең қызықты сәттерін көретін боламыз. Спортшылардың дәл тиген соққылары. Барынша өзінен алысырақ ұстауға тырысты. Сәкен өз қарсыласын бірнеше мәрте джеб арқылы тіпті тоқтата алды. Байқап отырсаңыздар. Қазір екінші раундтың алдында жаттықтырушылар әрине тиісті нұсқамаларын береді. Қандай өзгерістер енгізеді екен өзінің тактикасына. Сәкен 4 төреші қазір Сәкен Бибосыновты жеңімпаз деп есептейді бұл раундтың қорытындысы бойынша. Ал бір төреші Хасанбой Дусматовқа беріп отыр. Бірақ босамау керек әрине. Дусматов одан сайын қазір қарқынды үдете түсті. Өте жақсы. Міне біртіндеп Сәкен де бейімделе бастады.
Әрдайым арашықта ұстауға тырысатын болады енді. Тіпті жақындатпау керек. Ай, жарайсың. Осындай қылықтарынан да байқап қалуға болады. Соңына дейін айқасуға дайын. Бірден Токио Олимпиадасының жартылай финалындағы жекпе-жек есіме түсті. Ширек финалда да осы мінездің арқасында жеңіске жеткен. Өте жақсы. Дәл осылай жалғастыра беру керек, өзіне жақындатпаса болды әйтеуір. Хасанбойдың Сәкенге жақындаған сәтінде біраз қобалжи бастаймын өзім. Тағы да джеб. Уақыт деген әлі жеткілікті. Дәл осы арақашықтық қазір Сәкенге ыңғайлы. Бір орында көп тұрып қалмаса болды. Хасанбой Дусматов шынымен де стилін біраз өзгертіпті. Қалай дегенмен 2 жыл кәсіпқой бокста жүрген спортшы, сондықтан да стилі қаласын қаламасын өзгереді. Қазір нағыз кәсіпқой боксшының стилінде өнер көрсетіп жүр. Аяқтан ұқтырады, әр соққысыны бар күшін салып жүр. Байқасаңыздар, алдыңғы оң қолмен секіріп жасалған соққыны бірнеше мәрте қайталады. Сәкен дайын бұл шабуылдарға, көріп тұр барлығын. Жақсы. Міне, кешіріңіздер, Дусматов қазір осындай клинчтен ғана соққылар тигізе бастады, байқасаңыздар. Алыстан тұрып өзінің соққыларын жеткізе алмай жатыр. Сәкен өзіне міне тіпті осындай бір әрекеттерге де ерік беріп отыр. Қолдар өте төмен. Жақындатуға болмайды әрине. Сәкен Бибосынов бұны өзі де түсініп тұр. Аяқтың ұшында жеңіл. Керемет, міне, дәл осындай шабуылдарды күтеміз қазір Сәкеннен. Жалғастыра беру керек. Қалай дегенмен кәсіпқой және әуесқой бокс әртүрлі спорт түрлері екен, міне қазір байқап қалуға болады. Жаттықтырушылар қобалжулы әрине. Бүгінгі кештің ең қызықты тартысты жекпе-жектерінің бірі әрине. Сөзсіз, бұл екі жігітте жартылай финалға лайықты, бірақ жеребе дәл осылай шешкен екен. Екі фаворитті алғашқы айналымда тиістіріп отыр. Хасанбой Дусматов естеріңізге сала отырайын, соңғы Вэл Баркер кубогының иегері. Міне енді төрешілер 3 төреші бұл жолы. Сәкен Бибосыновқа беріп отыр раундты, ал 2 төреші Хасанбой Дусматовты жеңімпаз деп таныған екен. Дәл осындай қарқынды жоғалтпаса, қазір Сәкен бокс немесе жалпы жекпе-жек тілімен сөйлейтін болсақ, апсет жасауға жақын қалды. Ең үлкен апсеттердің бірі болмақ дәл осы әлем чемпионаты. Да, здравствуйте, друзья. Чемпионат мира по боксу в столице Сербии и олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Сәкен Бибосынов из Казахстана. Бронзовый призер Олимпиады в Токио. Громкая вывеска, и казахстанец очень здорово боксировал в первых 2 раундах. И теперь самое главное не сбавлять обороты в 3-м. Визуально кажется, что Дусматов давит, но Сәкен Бибосынов очень хитро действует на ринге, встречает своего соперника и как результат наносит точные поставленные удары. Как сказал мой коллега, конечно, Дусматов немножко поменял стиль ведения боя, это понятно, тем более, что он достаточно продолжительное время уже боксирует в профи, успел 3 боя провести и во всех 3 держал досрочные победы. И, понятное дело, он умеет подбираться, он очень агрессивно бьет и, как видим, очень часто в наступательные действия переходит и пытается достать Сәкена Бибосынова, но тот его здорово встречает. В этом плане, конечно, казахстанец очень пластичный боксер, который умеет уворачиваться и уклоняться от ударов
своего соперника умело встречает. Конечно, левая у Дусматова приличная, поэтому нужно опасаться Сакину Бибосынову. Ранее казахстанец уже брал бронзу на чемпионате мира в Екатеринбурге. Про бронзу на Олимпиаде я уже говорил. А вот Дусматов пока чемпионом мира не становился. В 2017 году он завоевал серебро в весе до 49 килограммов. Также дважды становился чемпионом Азии в 2015 и 2017 годах. Снова в центре ринга пытается Дусматов захватить право боксировать первым номером. И да, все-таки рассечение есть у Бибосынова. Достал его Хасанбой Дусматов. Больше минуты остается боксировать. И сейчас окажут медицинскую помощь Сакину Бибосынову, после чего встреча продолжится. Я думаю, что Бибосынов сумеет в концовке третьего раунда даже прибавить и боксировать в своей манере. Он это делает. Все нормально. Бибосынов встречает он Дусматова. Узбекистанец понимает, что он проигрывает, и поэтому теряет хладнокровие. В размен ударами ввязывается Бибосынов и Дусматов и уходит. Здорово работает на ногах Бибосынов. Он понимает, что если в ближнем бою они сойдутся Дусматовым, тогда тот может достать. Поэтому нужно держаться на расстоянии, работать и на дальней дистанции, также со средней. Поэтому не нужно давать возможности приближаться своему грозному сопернику. Понятное дело, тот поопытнее, титулованный, является, пожалуй, главным фаворитом в весе до 51 килограмма. Но Бибосынов, если одержит победу, конечно, почувствует уверенность, и ему в дальнейшем уже психологически легче будет выходить на ринг в рамках этого турнира. Конечно, не очень приятное начало в том плане, что сразу же нарвался на такого соперника. Может быть, это большой весомый плюс для Бибосынова. Самое главное здесь и сейчас выложиться на все 200%, одержать уверенную победу. И Бибосынов считает, что именно он одержал победу. Давайте дождемся вердикта судей, и после чего будем, надеюсь, поздравлять нашего соотечественника. Кайрат Саджанов, новый главный тренер, и Мырзагали Айджанов, экс-главный тренер, который тренирует Сакина Бибосынова. Хорошо подготовили к этому противостоянию Сакина. Тем более, что для него это уже очередной крупный турнир. Очень плотный график у Бибосынова. Были опасения, что он не сумеет и в физическом, и в психологическом плане, скажем так, подготовиться, потому что очень напряженный график, еще раз скажу, но Бибосынов в хорошей форме находится. Это видно по его движениям, по его атакам и по его, скажем так, работе в защите. Итак, очень напряженный момент. Сейчас нам объявят имя победителя. Сакен Бибосынов проходит дальше. Для многих это сенсация, и Бибосынов, я думаю, оправдал наши надежды и выиграл у олимпийского чемпиона, у очень титулованного соперника, у главного фаворита в этом весе 51 килограмм. Поздравляем весь Казахстан, поздравляем Сакина Бибосынова и надеемся, что он сумеет завоевать золото, тем более